Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы робот түрлері және оларды қолдану. Балалар, сабағымызды бастамай тұрып, алдымен мына сұрақтарға жауап берейікші. Робот дегенді қалай түсінесіздер? Роботты адамдар не үшін пайдаланады? Жауаптарыңызға рахмет. Енді бүгінгі сабақта үйренетініміз робот анықтамасы және түрлері, роботтарды қолдану салалары. Робот адамның іс-әрекетін алмастыратын, автоматтандырылған, адамның қажетіне қарай еңбек етуге бағытталған құрылғы. Робот адамдардың жұмысын жеңілдетуге көмекші құрал ретінде ойластырылған заманауи құрылғылар. Роботтар атқаратын қызметіне қарай бірнеше түрге бөлінеді. Өнеркәсіптік, көліктік, тұрмыстық, медициналық және білім беру роботтары. Өнеркәсіптік роботтарды фабрикаларда, зауыттарда жұмыстың өнімділігін арттыру үшін пайдаланады. Сонымен қатар, роботтар қауіпті өнеркәсіп орындарында, адам қатынауы қиын жерлерде, жоғары немесе төмен температура жағдайларында, жоғары радиациялы атом электростанцияларында да қолданылады. Ал көліктік роботтар, ғарышқа ұшатын роботтар, адамның қатысуынсыз өнеркәсіпте бұйымды тиеу және түсіру қызметтерін автоматты түрде орындайтын көліктер, жүргізушісіз қалаған жағына апарып тастайтын робот машиналар. Ал тұрмыстық роботтар үй шаруасындағы автоматтандырылған құрылғылар. Медициналық роботтар медициналық қызметкерлер мен хирургтерге емдеу шараларына көмектесу үшін қолданылады. Адам денсаулығына диагностика жасайтын аппараттарды да медициналық роботтар деп атаймыз. Білім беру роботтарына Lego Mindstorms, Evo3, Arduino сияқты конструкторлар мен электронды құрылғылар жатады. Балалар, енді мына сұрақтарға жауап берейікші. Робот деген не? Роботтардың қандай түрлерін білесің? Өнеркәсіптік роботтар не үшін қажет? Тұрмыстық роботтарға қандай техникаларды жатқызуға болады? Себебін анықтайық енді. Қазіргі кезде тұрмыстағы көптеген қызметтерді атқаратын, қадағалайтын, мүгедектер мен сәбилерге көмекші, көңіл аулайтын тағы басқа роботтар жасалды. Бұл роботтар несімен ерекшеленеді? Өте жақсы. Енді талдап салыстырайық. Адамдармен салыстырғанда роботтың қандай ерекше қасиеттерін атар едің? Жауаптарыңызға рахмет, балалар. Енді дәптерлеріңізді ашып, мына кестені дәптерлеріңізге толтырыңыздар. Роботтың түрлері және оған мысал келтіру. Үйге орындайтын тапсырма. Роботтарды болашақта тағы қандай салаларда қолдануға болады? Пікіріңді мысал келтіру арқылы дәлелде. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.